Саламатсыздар ма? 2020 жылдың 1 қаңтарында міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі енгізіліп өз жұмысын жүргізуде. Жиі қойылатын сұрақтардың бірі студенттерге жеңілдетілген санатты қалай алуға болады? Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінің жеңілдетілген санаттарының бірі бұл орта білім орталықтарында, кәсіптік білім беру орталықтарына, жоғарғы білім беру орталықтарына, магистратурада оқитын студенттер кіреді. Егер Қазақстан Республикасының аймағында күндізгі бөлімде оқитын студенттер мәртебесі сақтандырылмаған жағдайда, олар өз деканаттарына жүгінуі тиіс. Деканат қызметкерлері сол студенттің деректерін ұлттық білім беру базасына енгізіп, сол кезде ғана сол студенттер жеңілдетілген санатпен мәртебесін сақтандыра алады. Ал егер Қазақстан азаматтары шет елдерде оқып жүріп, мәртебесі сақтандырылмаған жағдайда, ол студенттер өз деректерін электронды үкімет егов.kz порталы арқылы ұлттық білім беру базасына өз деректерін енгізу қажет. Сол кезде ол студенттер жеңілдетілген санатпен мәртебесін сақтандыра алады.